Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Алтын алма каналына қош келдіңіздер. Осы видеода мен сіздермен ең оңай 2 ингредиенттен ғана дайындалатын безенің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен ешқандай судың, майдың тамшылары жоқ таза, құрғақ ыдысқа жұмыртқаны ақ пен сарыға бөліп ажыратып аламыз. Сарыуыздың бірде-бір тамшысы белокқа түспеуі керек. Түскен жағдайда оны мүмкіндігінше қасықтың көмегімен алып тастаңыз. Және безі дайындайтын ыдысыңыз миксерлеуге келетін темір немесе менікіндей қалың шыны ыдыс болуы шарт. Терең ыдыстың түбіне биіктігі 2-3 см болатындай етіп су құйып қайнатамыз. Қайнап тұрған судың үстіне ақуыз салынған ыдысты қойып, отты баяулатыңыз. Ыдыстың табаны суға тимеуі қажет. Ақуыздарды су моншасына қойғаннан кейін бірден қантымызды қосып, силиконды күрекшенің көмегімен араластыра бастаймыз. Себебі жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін. Қантымыз кішкене ерігеннен кейін массаны лопаткамен емес, миксермен араластыратын боламыз. Жұмыртқалы масса қатты ағарып, көлемі ұлғайып, венчиктарды көтергенде өзінің формасын жақсы ұстайтындай кезге дейін тоқтатпай миксерлеу керек. Миксермен барлық ыдысты айналдыра отырып араластырыңыздар, өйткені миксерленбеген жердегі ақуыз қайнап кетуі мүмкін. Менде қуаты 500 Вт болатын қол миксері және мен онымен меренганы шамамен 7-8 минуттай шайқаймын. Миксерлеу барысында ақуыздардың формасын тексеріп тұру да маңызды. Оларды тым ұзақ уақыт араластыра беретін болсаңыздар, меренганың сұйық болып ағып кету қаупі бар. Меренганың дайын болғандығын тексеріп байқағаннан соң отты өшіріп, массаны тез арада су моншасынан түсіріңіздер. Мен арнайы кондитер қапшығына қалаған насаткамды орналастырып, сонда ақуыздардың жартысын салдым. Меренганы дайындағаннан кейін оны бірден формаға келтіріп, сапалы пергаментке немесе мен секілді тефлоновый коврикке отырғызамыз. Оны еш жерде сақтауға болмайды. Кондитерлік қапшықтан барлық артық ауаны шығарып, оны өзіңізге ыңғайлы етіп ұстап алыңыз. Енді қолыңызды противень мен насатканың арасы 90 градус бұрыш болатындай етіп қойып, қажетті безелерді салып шығу ғана қалады. Және де меренганы қалташаға салып алып, кремді әдемі сығуды үйренуге болады. Бұл дегеніміз қолды жаттықтырып, торт, капкейк секілді десерттердің кремін ұқыпты етіп отырғызуға жаттығу үшін керемет мүмкіндік. Егерде дұрыс шықпай қалса, безені пеште кептіріп алып, шайға ұсына салыңыздар. Меренганың қалған жарты бөлігіне мен қызылтаған бояғышын, орысша пищевой красительдің бір тамшысын қосып, қызғылт түс шығардым. Түрлі түсті посыпкамен де әрлеуге болады. Мен безелерді салу барысында насатканы 3 рет ауыстырған болатынмын, яғни 3 әртүрлі насатканы қолдандым. Видео пайдалы болып жатса, дәл қазір каналға тіркеліп, видеоға лайк қалдырып кетіңіздер. Безелерді кептіруге көшеміз. Мен өз безелерімді 50 градус температурада алдын ала қызып тұрған пеште 2,5 сағат кептірдім. Бұл температура әр пеште әртүрлі болады. Егер ақ түсті безе духовкада сарғайып кететін болса, градусты төмендету қажет. Ал керісінше безе ұзақ уақыт бойы өзгеріссіз жұмсақ болып тұрса, кішкене температураны көтерген жөн. Пеш өте қатты қызатын болса, оның есігін ашып қойып кептіруге де болады. Дұрыс кепкен безе жеңіл, қытырлақ, ауызға салса ериді. Егер оның ортасы жұмсақ болып тұрса, тағы біраз уақыт кептіреміз. Безе кептірудің тағы бір оңай, бірақ өте ұзақ жолы бөлме температурасында кептіру. Безені пергаментке насаткамен формасын келтіріп жайғастырғаннан кейін, ешқандай жер соқпайтын, ауасы құрғақ бөлмеге апарып қоямыз. 2-3 тәуліктен кейін меренгалар пергамент қағазынан оңай алынып тұруы керек. Безелермен шай ішіп қана қоймай, олармен торттарды да безендіруге болады. Мысалы, мен осы видеода тортқа қоятын таяқшадағы безені қалай сығу керектігін көрсеткен болатынмын. Міндетті түрде дайындап, сұрақтар мен пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар. Мені қолдап каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда көріскенше.